Баршаға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен курабе деп аталатын осындай мини печеньелердің рецептімен бөлісемін. Өте жылдам дайындалады, 10 минутта піседі. Рецепті соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Үстінен қант ұнтағын салып, қант ерігенше жақсылап миксерлейміз. Кәдімгі қант қосса да болады, бірақ оны ұзақ уақыт миксерлеуге тура келеді. Тез еру үшін қант ұнтағы өте тиімді. Жарты шай қасық қопсытқыш салып, үстінен ұнды електен өткізе отырып, 3-4 бөлікке бөліп, араластырып миксерлейміз. Үстінен бір жұмыртқаны жарып саламыз, немесе 2 жұмыртқаның ағуызын салуға да болады. Жақсылап қамыр болып біріккенше миксерлейміз. Қою қамыр болу керек. Неке қамырдың формасы осындай болу керек, сұйық болып қалмау керек, немесе өзінің формасын ұстай алмай қалады. Қамырларымызды кондитерлік қапшыққа салып, пергамент қағазының үстіне осылай салып шығамыз. Егер сіздерде менікі сияқты қамыр қою болып, қамыр өздігінен үзілмесе, осылай қайшымен қырқып үзуге де болады. Енді қамырдың ортасын осылай саусағымызбен басып, шұңқыр етіп шығамыз. Егер қолымызға қамыр жабысып қалса, қолымызды суға бір батырып, қайта баса беруге болады. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Барлық печеньелердің ортасын осылай шұңқыр етіп шыққаннан кейін, үстіне кез келген варенье, джем немесе конфе салуға болады. Мен шиеден конфе жасадым. Ол үшін 50 грамм шиеге 1 шай қасық крахмал және 1 шай қасық қант салып, отта қоюланғанша қайнатып алдым. Содан соң осылай үстіне шай қасығымен салып шықтым. Формасының барлығын салып болғаннан кейін, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 10 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Пешке есігін ашып қарап тұруымыз керек. Неке достар, біздің печенье пісіп шықты. Осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Дәмі өте керемет. Иісі де мұрын жарады. Кішкене балаларыңызға пісіріп, қуантуларыңызға болады. Егер менің рецептім пайдалы болса, менің арнама жазылып, пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттер болады.